Бірде кейде мынау оқу мәселесінде әрине қиын. Кей адамдардың зейіні төмен болуы мүмкін, жаттау қабілеті төмен болуы мүмкін, оқи алмайды, оқиын десе оқи алмайды. Енді бұл жерде жағдай әртүрлі болады. Кей адамның шынымен зейіні төмен болуы мүмкін, кей адам жалқау болуы мүмкін. Өзімізде шәкірт болдық, әлде шәкіртпіз. Нұр-Марак университетінде шәкіртпіз, альхамдулилля. Бірақ қарасаң, жалқаулық бұны жеңу керек. Жалқаулық деген нәрсе бұл өте қиын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылады: "Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал." Жалқаулықтан, әлсіздіктен сенен қорғанып тілеймін. Мені сақтағын деп дұға қылады. Жалқаулық үлкен проблема. Ал енді зейін жоқ болатын болса, адам әрекет жасау керек. Ғалымдарымыздың бірі кітап оқиды, білім алады. Білім алған уақытта білім ала алмайды ғой. Зейін басына қонбайды. Алай оқиды, былай оқиды. Соңында білім тастап кетеді. Жолда жүріп келе жатса, жолда үлкен биіктен ағып жатқан суды көреді. Қараса, жаңағы су жерде үлкен бір тас үстіне түседі екен да. Енді пікір жүргізеді да, суға қарайды, тамашалайды. Сөйтіп су түсіп жатқан тасты қарайды да. Қараса, тас не? Тас кішкентай, аз ғана ойылған да. Ойылған. Судың әсері тасқа өткен да. Қарап тұрып, мына су дейді. Нәзік нәрсе, жұмсақ нәрсе, қатты емес ол. Оның бүйтіп кесетін балта секілді ұшы жоқ, лом сияқты ұшы жоқ оның. Жұмсақ нәрсе. Бірақ не қылды? Аға не қылды? Ол тасқа әсерін тигізіп, тасты ол не қылды? Тасқа ізін қалдырды дейді. Олай болса, мен де әрекет жасасам, мен де білім ала алады екенмін деп не қылды? Білім алды дейді, қараңыздар. Алхамда, Алла Тағала оған үлкен білім берді. Сол үшін құрметті шәкірттер, ұстаздар, білімге қатты көңіл бөліңіздер. Білімге қатты көңіл бөліңіздер. Бағана айтқандай, білім бізді Алла Субхану ва Тағаланың ең сүйікті құлы болуымызға себеп болатын амал. Алла Субхану ва Тағала ең жақсы көретін адам бұл ғалымдар. Өйткені бұлар пайғамбарлардың мұрагерлері. Қараңызшы, пайғамбарлар мұрагері болу барлық адамға нәсіп ете бермейді. Соны біліңіздер. Қараңыздар, медреседе, университеттерде қанша адамдар білім алады. Соның барлығы ғалым бола ма? Барлығы ғалым болмайды. Соның барлығы профессор, доктор бола ма? Барлығы бола алмайды. Залға барғаның барлығы мықты спортсмен болмайды ғой. Залға барғаның барлығы әлем чемпионы немесе басқа да бір атақты танымал болып кетпейді ғой. Бірақ Алла Тағала қалаған адам ғана сондай деңгейге жетеді. Бірақ немен? Әрекетімен де. Әрекет деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Абу Ханифа рахималлаху тағала Абу Юсуфқа айтады екен: "Сен ғалым болмайсың сен." Абу Юсуф бір күні ғалым болады. Үлкен ғалым болады. Өзінің деңгейіне жетеді. Сонда ұстазына келеді да: "Ұстаз, сіз маған ғалым болмайды деп айтқан едіңіз ғой. Мен ғалым болдым" деген кезде, сені ғалым еткен нәрсе әрекетің деген қараңыздар да. Небір мұсташриқтар бар. Осы исламдың зерттейтін шығыстың ғалымдары бар. Мүмкін ол Аллаға сенбейді. Бірақ осы кітапты оқиды да, оқып исламды қабылдап кетіп жатыр да. Әрекет етіп жатыр да. Сол үшін құрметті тыңдармандар, адам әрекет жасаса, иншалла ғалым болады. Адам ғалым болу, мақсаты болу керек. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Алла Субхану ва Тағала кімге жақсылық қаласа, оған дінін түсіндіріп қояды дейді, қараңыз. Алла кімді жақсы көрсе, оған дінін түсіндіріп қояды. Неге Алланы жақсы көретін құлдарынан болғымыз келмейді? Неге пайғамбарлардың мұрагері болғымыз келмейді? Қараңыздаршы, неге? Сонда біз Алла жақсы көретін құл болдық қаламасақ, пайғамбарға мұрагер болдық қаламасақ, онда мақсатымыз не? Сұрақта болды. Онда мақсатымыз не? Қара, Алла Субхану ва жақсы көру үшін сен ғалым болуың керек. Пайғамбарға мұрагер болу үшін сен ғалым болуың керек. Ғалым болу үшін не істеуің керек? Сен тәннің, нәпсінің қалауын сен тоқтатуың керек. Сен білімге көңіл қойып, зейін қойып, сен білім жақсы көруің керек. Сонда не қыласың? Алланың сүйген құлы боласың. Пайғамбардың мұрагері боласың.